Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, біз бүгін ұлттық құндылығымыз жайлы, соның ішінде ұлттық киімдеріміз жайлы сөз қозғасақ деп отырмыз. Себебі соңғы кездері қазақтың екі тізгін бір шылбыры өз қолына тиіп еркіндікке қол жеткізгелі, қарны тойып тұрмысы жақсарғалы, кейбір жақтардан әдептен де, салт дәстүрден де аттап барады. Соның бір мысалы ретінде Қазақстандағы әлдекімнің өзінің ұрғашы итін үйлендіріп, оған ұлан-асыр той жасап, асаба шақырып, әнші биші күйшілерді шақырып, үлкен салтанатты ресторанда итінің үйлену тойын өткізгенін, сондай-ақ жүйрік тазысының бәйгелі болғанын құттықтап той жасаған әлдекімнің әулекі әрекетін, онан да сорақысы тағы бір итқұмар қазақтың бұралқы итіне қазақтың оюлы шапанын, басына қазақтың тақиясын кигізіп суретке түсіріп әлеуметтік желіге салғанын айтсақ та жеткілікті секілді. Жалпы адам түгіл ит жасамайтын қылықты жасап жатқан қандастарымызға қарап отырып, қазақтан қадір кетіп бара жатқан жоқ па деген ойға да ораласың. Әрине, қазақ итті жеті қазынаның бірі деп бағалағанымен, ешқашан оны төріне шығарып, иығына көтеріп бақпаған. Бар болғаны сүйек саяғын беріп, босағасында ғана баққан, яғни мал дүниесін күзетуге пайдаланған. Тазы сияқты аңшы иттерін саятшылықта қолданғаны болмаса, айланыш жануарлары ретінде өзінің қасына алып, күндіз-түні адамша мәпелеп бақпаған. Ең маңыздысы, бұл жерде біздің намысымызға тиіп тұрғаны қазақи тақияны иттің басына кигізгені. Өйткені қазақ жөнінен алғанда алтын баста тұратын бас киімнің орны әрқашан бөлек. Әсіресе қазақтың оюлы тақиясы қазақ халқының ұлттық бас киімі саналады. Ол ата-бабаларымыздан қалған мәдени мұра, ұлттық болмыстың бір бөлігі. Оны жануарларға кигізу, ұлттық киімді мазақ ету және қазақ халқын қорлау. Ұлтымыздың ұғымында бас киімнің орны ерекше. Яғни бас киім тек киім, сәндік бұйым ғана емес, ол сол адамның абыройы мен ар-ұятының мәртебесінің белгісі саналады. Сосында қазақта бас киімді жерге тастауға, теріс киюге болмайтын, кез келген адамға бермейтін, далаға қалдырмайтын қатаң тәртіп бар. Өйткені бас киім адамның рухани және әлеуметтік болмысымен тікелей байланысты. Қазақ аяғына жығылып, кешірім сұраған кезде өзінің бас киімін сол адамның алдына тастайтыны әне соның дәлелі. Ендеше осындай салт дәстүрімізді елемей, тұтас ұлттың құрметімен санаспай, итіне тақия кигізіп, ал қайтесің дегендей, оны әлеуметтік желіге салу қазақ еліне, қазақ мемлекетін құрған негізгі ұлт қазақ халқына жасалған рухани қастандық. Бұған бей-жай қарауға әсте болмайды. Былайша айтқанда, ол қазақтың бас киімін ғана емес, алтын басында аяқ асты етіп тұр десек, артық айтқандық емес. Жалпы соңғы кездері ұлттық киімдерді келемеждеу, ұлттық киімді жалаңаш денесіне киіп фотоға түсу жиілеп барады. Бұл жас ұрпақтың санасында ұлттық киімге деген құрметін төмендетіп, жауапкершілік, жанашырлық сезімін әлсіретті. Мұндай бассыздыққа көз жұмып қарап отыра берсек, болашақта біздің қазақы киімнен қадірсіз киім болмайтыны анық. Сондықтан ұлттық құндылықтарымызды мазақ ететін немесе қорлайтын осындай бассыз әрекеттерге қатаң қоғамдық бақылау орнату керек. Арнайы платформаларда ұлттық мәдениетімізді қорғау бағытындағы ақпараттық жұмыстарды жүргізу ауадай қажет.
ең бастысы ұлттық киімдерімізді, рәміздерімізді, сондай-ақ мәдени құндылықтарды қорлау немесе келемеждеу әрекеттеріне заң тұрғысынан талапты қатайтып, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікті қозғастыратын заңды қабылдаған жөн секілді. Әйтпесе, әркім ойына келгенін істеп, дәл қазіргідей анайы әдеттерге бара берсе, жас ұрпақтар қазақтың ұлттық киіміне күле қарайтын немесе одан безетін әдет қалыптасуы әбден мүмкін. Сондықтан балабақшадан, мектептерден тартып, қазақы үлгідегі киімдердің үгіт насихатын дәріптеп, онымен қатар ұлттық ұғымымыздағы қазақы киімдерге болған ырым-тыйымдарды, салт дәстүрлерді де ұғындыру ауадай қажет. Сондай-ақ ұлттық киімдерге арналған сәндік фестивальдарды өткізіп, ұлттық киімдердің қоғамдағы ролын да көтеру қажет. Ең маңыздысы, біздің жобалаушыларымыз қазақы киімдерді осы замандық үлгіге үйлестіріп, жайшылықта да киіп жүретін киімдерімізге қарай бейімдесе, нұр үстіне нұр болар еді. Қазір қазақы киімдердің көбі баттастырып ою салған, сапасыз матадан тігілген бұйымдар. Әрине, әдемі жобаланып, қымбатқа сатылып жатқан қазақы киімдер де бар, бірақ оған екінің бірінің егіздің сыңарының қолының жете бермейтіндігі. Оның үстіне басқа киімдермен салыстырғанда қазақы киімдер сәл де болса қымбат тұрады. Бірақ соған жарай матасы керемет, тігілуі ерекше деп айта алмаймыз. Базарларда тұратын көптеген қазақы киімдердің біразының сапасы сын көтермейді. Сондықтан қазақы киімдердің сапасын көтеру арқылы да қазақы киімге болған құрметімізді арттыруға да мүмкіндік бар. Сол үшін жалпы қазақ халқы өзінің ұлттық бөгенай болмысын сақтау жолында киім-кешегін, салт дәстүрін, мәдениетінде ұрпақ санасына сіңіріп, осы арқылы ол ұлттық құндылықтарымызды қорламауға, әрқашан дәстүріміз, салтымыз, мәдениетіміз, ұлттық бұйымымыз ретінде қастерлеп ұстауға жастарға кеңес беріп отырған ешқашан артықтық етпейді. Өйткені ұлттық құндылық қашанда сол ұлттың бөгенай болмысын, сол ұлттың ерекшелігін әйгілеп тұратын басты фактор. Тілден бір айырылсақ, салт дәстүрден екі айырылсақ, қазақта не қалуы мүмкін? Болашақта бәрібір саналы ұрпақ өзінің тегін, өзінің мәдениетін іздейтіні анық. Әрине, дәстүрдің де озығы бар, тозығы бар. Қазіргі заманға бейімдеп, озығын алып, тозығын тастап, жаманын жаңғыртып, жақсысын әдіптеп ұстасақ, ол біздің ұлтымыз үшін де әрқашан пайдалы. Сондықтан өз ұрпақтарыңызға қазақы киім-кешек жөнінде де таным-нанымды айрықша сіңіру керек. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.